Саламатсыздар, 8-ші жаттығудың есебін жалғастырамыз. 8-ші жаттығудың 4-ші есебі. Берілгені ішінде радиусы, яғни радиус, ішкі радиус бөлінген 2-ге. Сфералық жазықтықта орналасқан біртекті шардың радиусы бар. Кіші дененің массасы, үлкен дененің массасы, яғни кіші шардың, үлкен шардың массасы берілген. Табуымыз керек. Осы арқылы біртекті арасындағы ара қашықтығымыз берілген, және L, үлкен R, кішкентай M берілген. Ара қашықтығымыз да берілген екен. L. Енді осылардың арасына тартылыс күшін табуымыз керек. Бір-біріне әсер ету күштерін табуымыз керек. Яғни кішкене шардың арасындағы тартылыс күшін анықтауымыз керек. Біртекті шардың радиусы R, массасы және олардың ауырлық центрінің арасына ара қашықтығы. Жалпы бірінші F дейміз, F1-ден азайтамыз F2-ні. Бұл F1 дегеніміз және F2 дегеніміз не? F1 деп отырғанымыз бүкіләлемдік тартылыс күшінің формуласы. Бұл жердегі ара қашықтықты L квадрат деп алайық. Бұл бірінші формуламыз. Екінші формуламыз F2-міз дәл осындай. Масса. Бұл жерде кішкентай масса деп аламыз. Дененің массасы және қуыс. Қуыс дененің массасы ара қашықтан радиусты шегеріп тастаған квадратына тең. Бұл формула қалай келді? Бұл формула суретін салатын болса, кітаптағыдай үлкен шеңбер радиусы бар, және мынандай радиусы ішкі ішінде шеңбер бар. S1, S2, үлкен М. Осы түзудің бойымен сыртта дене бар. Осылардың ара қашықтығы жалпы L-ға тең. Ал енді дәл осы S1, S2 сыртта дене әсер етеді. Оған денеге әсер ететін күштің бағыты F1, F2 және ішке қарай бағытталады, тартылады. Осы екеуінің арасында ара қашықтығымыз жалпы L болса, мына жерден кіші қуыс шарға дейін ара қашықтық L азайту R деп аламыз. R бұл жерде бөлінген 2-ге тең. Ал енді шардың тығыздығының формуласы үлкен масса бөлінген шар тығыздығы. Шар тығыздығының формуласы бұл. Шардың көлемінің формуласы геометриядан бәріңізге белгілі. Шардың көлемінің формуласы 4 бөлінген 3 пи R кубқа тең. Ал қуыс шардың массасын табамыз. Қуыс шардың массасы мынаған тең. Масса қуыс шар ро көбейтілген көлем. Бұл жерде көлемде отырған шардың көлемі, яғни 4 бөлінген 3 пи R куб. Бұдан кеп шығады. Бұл жерден орнына апарып қоятын болсақ, мына жерде ерін орнына апарып қоятын болсақ, ро 4 бөлінген 3 пи R кубымыз. Мына жерде R бөлінген 2-ге тең. Маған есептің шарты бойынша соны орнына апарып қоямын. Оны кубтаймын. Бұл деген сөз 4 бөлінген 3 пи R-дің кубы 3 дәрежелі. 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейтсек кубтау деп аталады, немесе 2-ның 3 дәрежесі 8-ге тең, яғни 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейтеміз. Ал енді
мынау бірінші формуладан шардың тығыздығынан осы жерден үлкен шардың массасын табатын болсақ, ро көбейтілген көлем. Бұл жерден ро жазылады да, ал енді шардың көлемі 4 бөлінген 3 пи р куб. Яғни үлкен дененің шардың массасы мынаған тең болып тұр. Бұл мына формуладан бұны аралай жалғастырамыз. Яғни мынауымыз бізге үлкен шардың массасын береді. Бөлу 8 деп аламыз. Міне, қазір осы тұра тұрсын. Енді мынау алғашқы формуламыз бар. Соның орнына F1 мен F2-ні апарып қоямыз. Күш тең болады. G үлкен М көбейтілген масса. L квадрат азайту G. Бұл жерде жаңа формуламыз мынау М, мына жерде қос массаны алу, немесе үлкен М деп те ала берейік оны. L азайтылған R квадрат форма бойынша. Енді орындарына апарып қоятын болсақ, мына жерде негізі орнына апарып қоятын болсақ, онда есебіміз былай шығады. Мынауымыз негізі форма бойынша мынауымыз ғой. Мына жерде масса қос дененің массасы, яғни мынау екінші форманы орнына апарып қоятын болсақ, кішкентай дененің массасы, шардың ішіндегі кішкентай массаның қос массасы, қос дененің массасы, соны орнына апарып қоятын болсақ, G М көбейтілген М L квадрат азайтылған G М болады да, мына қостың массасы жаңа мынаған тең болды. Міне. Яғни масса қостықы үлкен масса бөлінген 8-ге тең еді. Міне. Соны мына қос массаны орнына апарып қоямыз. М бөлінген 8 L азайтылған R. Жақшаның сыртында тұрады. Квадратымыз квадрат болады. Тең болады. Ұқсас шамалар G үлкен масса, кішкентай масса, жақша 1 бөлінген L квадрат, 1 бөлінген 8 L азайтылған R-дің квадраты. Міне формамыз шықты. Бұл F-іміз осыған деген. Міне форманы да жаңағы жауабындай, яғни қашықтықты ауырлық центрінің арасындағы ара қашықтыққа байланысты тартылыс күшін таптық. Енді 5-ші есебі. 8-ші жаттығудың 5-ші есебі. 5-ші есебінде планета айдың бетінде алғаш рет жаңағы Луна 2 автоматтандырылған планетарлық станция адамзат тарихында бірінші рет айдың бетіне қонды дейді. Планета бетін алшақтаған кезде станцияға әсер ететін тартылыс күштері беріліпті. Яғни F1 берілген тартылыс күштерінің ара қашықтығы беріліпті, неше есе азаяды дейді. Яғни тартылыс күшін жазбай тұрып, ара қашықтықтарын жазып аламыз. H1 осындай бір ара қашықтықта R-ға тең болған. R-де жердің радиусы бұл. H2-міз 2RG. Табуымыз керек. F1, F2, F3-ті. Шешуі. Белгілі бізде тартылыс, бүкіл әлем тартылыс күшінің формасын жазамыз. Масса көбейтілген масса R квадрат. Форма бойынша. Ал бізде енді қандай да бір жаңағы айдың бетіне қонды, кейін планета айдың бетінен алшақтаған ұшқан мезетте осындай қашықтықтардағы тартылыс күші неше есе азаяды дейді. Бұнда неше есе азаю, неше есе көбею деген есептер ұбт-да көп кездеседі. Бұл есептің бір ереже заңдылығы бар, соны сіздерге айта кетейін. Бұл ережеде, мысалы, енді қандай да бір биіктікте болғандықтан біз бұған мына бір формуланы
енгіземіз. Қандай да биіктікте ұшып жүргендіктен жердің радиусына сол биіктікті қосып квадраттаймыз. Бұнда есеп шығарған уақытта мына берілген физикалық шамаларға мән бермейміз. Қазір түсіндіріп өтем. Бұл әсіресе ұбт-да көп кездеседі. Радиус деймін, H1-ге бірінші H1 R-ға тең. Ол жердің радиусы ғой енді. Оны былай түрде жазуға болады. Сыртынан квадрат дейміз. Тең G масса көбейтілген M. Мына 1R мен 1R қосылып 2R береді. Оның квадраттасақ G үлкен M, кішкентай M, мына квадратталып 4 болады. 2-ның квадраты, R-дің квадраты, R квадрат болады. Енді бұдан шығатыны, яғни F1 күшіміз 4 есе аз болады. Неге? Ол биіктік R радиусқа тең биіктікте одан алшақтаған кезде бүкіл әлем тартылыс күшіміз F1-міз 4 есе аз болады. Жауабы. Себебі мына жерде бұндай есепті G масса, кішкентай масса ерлерді біз қолданбаймыз. Бұндай 4 есе аз, 4 есе кем деген уақытта. Бұның негізгі көрінісі мынандай болып тұр бізде. 1 бөлінген 4 болып тұр болды. Мынан бәрін маңызды емес, оны есепке алмаймыз. Тек қана 4-ті ғана есепке аламыз. 1 бөлінген 4 деген сөз F1 күшіміз, әсерлесу күшіміз 4 есе азайып тұр деген сөз. Себебі 1 бөлінген 4 болып тұр. Немесе 4 мына бөлшектің бөлімде тұрғандықтан мына F1-міз сонша есе аз болады. Егер 4-іміз алымда тұратын болса, онда сонша есе көп болады. 4 бөлшектің бөлімде тұр деген сөз, яғни есе аз деген мағынаны білдіреді. Жауабы бірінші R қашықтықтағы бүкіл әлемдік тартылыс күшіміз 4 есе аз болды. Енді екіншісін табамыз. Дәл бұл да осы формамен шығады. Так, қосамыз 2R. 2R. Егер 3R-дің квадраты бұл деген сөз квадрат 9 R квадрат бұл деген сөз. Түсінік беретін болсақ, F2 күшіміз 9 есе азаяды. 9 есе азаяды әсерлесу күші. Сол сияқты F3-ті табамыз. F3-імізде 3R квадрат 4R квадраттаймыз. 4-тің квадраты 16, R квадрат. Бұл да мына түрде болады. 1 бөлінген 16. Жауабы 4 есе аз, 9 есе аз, 16 есе аз деген білдіреді. 5-ші есеп кетті. Енді 6-ші есебін шығарайық. 6-ші есеп, 8-ші жаттығудың 6-ші есеп. 6-ші есепте масса беріпті. 1,3 тонна. Және арақашықтық берілген. Сонымен бірге жердің массасы берілген. Және сонымен бірге радиус берілген. Табу керек. Потенциалын және потенциалдық энергияны табуымыз керек. Фи деп оқылады потенциал, но потенциалдық энергия. Яғни ХБЖ-ға айналдырамыз. 1310-ның 3 дәрежесінде килограмм.
3600 негіз дәреже түрінде жазып алған есептің шығарылуына өте жеңіл әсер етеді. Метр болады. Так, шешуі. Яғни шешуінде негізі потенциал энергияның формасы бар. 10 сыныпта сіздерге көрсетейін, кітапта дайын формасы бар. Өзім осы алдыңғы тақырыпты оқи отырсаңыздар, міне қазір біз мына формамен жұмыс жасаймыз. Және мына жерде тұр, міне мына формамен жұмыс жасаймыз. Қандай да бір қашықта ұшып бара жатқан жерден немесе одан алшықтап бара жатқандықтан плюс h қосылады. Осы форманы қолданамыз. Және мына форма бар. Ал бірақ мен оның жеңіл жолдарын қазір көрсетемін сіздерге. Формаларды жеңіл әдіспен шығару жолы оңай ғана. Дайын форманы қолданамыз. Масса. Физика. Масса. Массамыз берілген. Жердің массасы ойын бұл жерде. Және R қосылған H деген форма бар. Сонымен бірге фидің андай формасы бар. Потенциал энергия байланысты масса. Мына жерден біз потенциалдық энергияны табатын болсақ, фи көбейтілген масса. Міне бірінші мына форманы қолданамыз, екінші мына форманы қолданады екенбіз. Ал енді ары қарай фиді шығарамыз. Фи мәндерін қоямыз. 6167 тұрақты шамасы. Масса 6 көбейту 10-24 дәрежесінде килограмм. Радиусымыз 6400 көбейтілген 13 дәрежесі. Қосылған H. H-ымыз 3600 көбейту 13 дәрежесі. H деп отырғанымыз мынау. Екеуін қостық. Яғни тең болады. Бұдан келіп шығады есебіміз 9,43 көбейтілген 10-ның минус 11 дәрежесі көбейтілген 10-ның 24 дәрежесі бөлінген қосылғанда дәрежелер өскенше жазылады. Бұдан келіп шығады 9,43 көбейтілген 24-ның 11-ді азайтамыз. Қанша болады? Үлкен дәреженің таңбасымен жазылады да 13 болады. Мынау бөлшектің бөлімдегі дәреже алымына шыққанда минус 3 болып шығады. Бұдан 9,43 көбейтілген 10 дәрежесі болады. Көбейтілген дәрежелер қосылады. Бірақ мына минус таңбасы болғандықтан азайтылады да үлкен сан таңбасымен жазылады. Потенциал. Потенциалдың өлшем бірлігі джоуль бөлінген килограмм. Ал бұл өлшем бірлік қаяқтан келді? Бұл өлшем бірлік мына жерден келді. Міне. Мына потенциал энергия джоуль, масса килограмм. Соны өлшем бірлігін қоя салады екенбіз. Міне жауабымда шықты. Ал енді бізге тапсырма екінші потенциал энергияны табу керек. Потенциалдық энергияны табу үшін дайын форманы қолдана саламыз. Міне жаңа көрсеткендей. Немесе бүйтіп қайтып шығарамыз бұны. Потенциал дегеніміз 9,43 болады. Деген 10-ның дәрежесі джоуль бөлінген килограмм көбейтіледі. Массамыз 1,3 10-ның 3 дәрежесінде килограмм. Тең килограмм мен килограмм қысқарып кетеді. Бұны көбейткен уақытта, жалпы көбейткен уақытта 122,5 болады. Жуықтап 6 деп аламыз. Көбейтілген 10-ның 10 дәрежесі шығады. Джоуль болады. Мен мына жерде үтірлерді қайырдым. Негізінен бұны көбейтетін болсақ, мынандай болып шығады. Сіздерге көрсете салайын, үйрете салайын. Дәрежемен жұмыс істеуді. 9,43 көбейтеміз 1,3-ке. 12 мына жерде негізінен шығады. Мына шықты ғой, бірақ негізінен шығады. 12,259 екен. 10-ның 13 дәрежесі болып тұрды. Бірақ біз оны 10 дәреже келтіру үшін мына жерден 1-0 қайтарылған. Біздер 13 болса 1, 2, 3 0 қайтарып жіберетін. Мына жақтан қайтарылып түсейін деп тұр. Сонда бұл тең болады. Мына 3 0-ді 10-ға қарай жылжытамыз мынаны.
1 2 3 өтірді. Сонда 12 259 көбейтілген 10-ның 10 дәрежесінде джоуль болады. Міне. Сонда мынауымыз жоқтап ала салыппын ғой. Жоқтап алмай осы түрде де алуға болады. Так, 59 бола салсын. Міне. Осылай да жазуға болады. Енді 7-ші есебіміз, ең соңғы есебіміз. Соны түсіндіріп жіберейік. Так, берілгені биіктік берілген, радиусымыз үлкен, аштан биіктіктен табуымыз керек арасындағы тербеліс, яғни айналу периодын. Денені шар деп қарастырыңдар деп отыр бізге. Ең негізгі формула, қарапайым формадан бастайық. Ауырлық күшінің формуласы және екінші ауырлық күші дене еркін түскен уақыттағы. Екі күштерді теңестіріп жіберетін болсақ, масса мен масса қысқарады, А тең Ж болады. Енді дене шар болғандықтан, дөңгелек болғандықтан мына форманы қолданамыз. Ал бұл жерде В деп отырғанымыз 2πr бөлінген тау болады. Енді осы мына жерге аның орнына апарып қоятын болатын болсақ, мына жерге апарып қоятын болсақ, бірінші мына жерге апарып қойып алайық. Жылдамдықтың квадраты деген сөз, мынаның бәрін квадратта деген сөз 4πr квадрат бөлінген тау квадрат болады. Енді осы форманы мына формаға апарып қоям. Ең негізгі формаға қажет. Апарып қоятын болсам 4π квадрат r квадрат бөлінген тау квадрат тең G болады. Менің мақсатым тауды табу. Тау деген сөз пропорциямен мына көбейтіледі. Мысалы, міне 4π квадрат бөлінген көбейтілген r квадрат. Міне тау квадрат. Енді осыдан тауды табам. 4π квадрат көбейтілген r квадрат бөлінген G болады. Енді мына квадраттан құтылу үшін екі жағында түбірдің астына аламын. Түбірдің астына алсам, таудан тау шығады. Мынадан 4-тен 2 шығады, π квадраттан π шығады. R так. Мына жерде қысқару керек еді сәл. Мына жерде R болады. Асығыс кетіппін, R болады. Сонда R квадратпен R қысқарады негізі. Мына жерде R-ін өз қалады. Мына жерде R-ін өз қалады. Сонда түбір астында R бөлінген G қалады. Міне жауабымда шықты. Тіркеліп, мен арнама тіркеліп отырыңыздар. Лайк басып отырыңыздар, ұнаса. Тіркелсеңіздер, келесіде өздерін іздемей ақ бірдестен каналға жаңа есептерім шығып отырады. Сонымен бірге бұда дәрежемен жұмысты көбірек көрсетілген.